Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Бүгін өте үлкен тақырыптың бірі стресстен шығу. Яғни Кемел Адам кітабындағы стресстен шығу туралы жазуын оқып беремін. Стресс. Ғұлама Мәшһүр Жүсіптің денсаулықты күтуге қажетті 6-шы шарты уайым қайғыдан бойды аулақ ұстау. Кітаптың кемелдену кедергілері бөліміне уайым қайғы және одан құтылу жолдары жайлы кеңінен түсіндірілді. Бұл жолы стресс жайлы айтамыз. Стресс – ағзаның қалыпты жағдайдан ауытқуы. Стресс екі жағдайда орын алады. Бірі сыртқы факторлардың әсерінен, екіншісі өз денсаулығыңа қатысты жағдайлардан туындайды. Біріншісі – айналада болып жатқан проблемалар, жұмыстағы кикілжің, айналаңдағы адамдармен ренжісу сияқты келеңсіз жағдайдан туындайды. Мұндай стрессті барлық адам басынан кешіреді. Сіз өзіңізді ешқашан стрессті бастан өткізбеген тым сабырлы адам санауыңыз мүмкін, алайда олай емес. Сіз жай ғана ішкі күйзелістерді сыртқа білдірмейтін ұстамды адамсыз. Бірақ бәрібір жан дүниеңізде түрлі ситуациялар орын алып жатады. Ал ішкі стресске шаршау, ұйқысыздық, дұрыс тамақтанбау, тағы сол сияқты физикалық әлсіздікке соқтыратын жайттар себепші болады. Яғни, ағза өзін толықтай қабілетті сезінбеуден туындайды. Тіпті артық салмақ қосу да семіру стресс болып табылады. Кері өзгерістерге ағза бейімделе алмайды. Біле жүріңіз, стресс бауыр мен бүйректі, асқазан мен ішек құрылысынан бастап ағзаны толықтай зақымдайтын қауіпті құбылыс. Ағзада стресс кезінде қандай өзгерістер болады? Біріншіден, кортизол гормоны көп бөлінген сайын инсулин жоғарылайды. Гормон түзілісі бұзылып, ішкі жан дүниемізде алай-дүлей боран болады. Себебі гормондар дұрыс бөлінбеген жағдайда ағза тепе-теңдігін сақтай алмайды. Екіншіден, бұлшықеттер жиырылып, оның қайта қалпына келу үшін нәруіздер көп жұмсала бастайды. Сол себепті қандағы глюкоза бұлшықет талшықтарын қалпына келтіруші қуат көзіне айналады. Үшіншіден, ағзада инсулин көп түзіліп, қандағы қант мөлшері күрт төмендейді. Осы сәтте адам бойын әлсіздік басып, қарны ашқандай болып тәттіге деген араны ашыла түседі. Егер стресс адамнан жедел өтіп кетсе, кортизол гормондары ағзадан тез шығып кетеді. Ал кісі стресске жиі шалдығып, хронологиялық күйге жеткен болса, ішкі орган жұмысы бұзылып, мұның кесірінен тез қартаяды. Стресстегі адам үнемі ұйқысырап жүреді, есте сақтау мен көру қабілетін нашарлайды. Үнемі стрессте жүру дұрыс тамақтануды бұзып, денсаулыққа зиянын тигізеді. Мысалы, бауыр, бүйрек, асқазан қызметтері әлсіреп, зат алмасу бұзылады. Тәттілерді көп жеу, гормондардың дұрыс бөлінбеуі диабетке әкелуде мүмкін. Яғни стресс ағзаны аямайды. Стресстің себебі көп. Бірі басылса, бірі шығып жатады. Сондықтан болар стресстен толықтай айығу мүмкін емес дейді мамандар. Алайда өз стрессіңізді басқаруға болатынын біле жүріңіз. Ибн Сина мынандай бір тәжірибе жасаған екен. Екі қозыны екі бөлек жерге қамап, күнделікті жем шөбін беріп бағады. Бірақ қозылардың біреуіне көретіндей етіп қасқырды байлап қояды. Ал екіншісі қасқырдың бар екенінен хабарсыз. Белгілі бір уақыттан кейін қасқырды көрмейтін қозы тығыршықтай болып семіреді де, ал екіншісі әбден азып, соңында өліп тынады. Осы тәжірибе арқылы Ибн Сина уайым қайғы, үрей мен қорқыныш стресстің адам денсаулығына қаншалықты зиян екенін көрсетеді. Жалпы стрессті түсіндіріп өткен осы жерде. Ары қарай стресстен арылтатын жаттығулар. Стресс кезінде өзіңізді қолға алу, одан сақтанудың бірден бір жолы. Сонымен қазір сізде стресс. Не істеу керек? Стресспен өмір сүре беремін десеңіз, ол өз шешіміңіз. Ағза өзі тынышталып, стресстен құтылатын кез болады, бірақ оны ұзақ күту керек. Немесе өзіңізді қамшылап іске кірісіңіз. Бұл сізге тез қалыпқа келуге көмектеседі.
Мұның бірінші жолы тыныс алу жаттығулары. Өткенді қазбалап, өкіне бермеңіз. Өкініш денсаулықтың хас жауы. Сонымен бірге стрессті ажырамас дос етіп аласыз. Ой санаңызды стресстен арылту үшін төмендегі нұсқауды оқып, тыныс алу жаттығуларын жасап көріңіз. Бұл жаттығу тез нәтиже береді де және денеңіздегі барлық клетка демалып қалғанын бірден байқайсыз. Жаттығудан кейін көңілдегі күйзеліс бәсеңдейді. Бұндай қарапайым жаттығуды күнде жасап жүрсеңіз, ағзаңыз толық жақсарады. Бірінші жаттығу стрессті бағындыру деп аталады. Көзіңізді жұмып, дем алысыңызды тыңдаңыз. Мұрын арқылы терең тыныс алыңыз. Екі қолыңызды бастан асыра жоғары көтеріңіз. Осы күйде демді шамаңыз жеткенше іште ұстаңыз. Бұлшық еттердің жиырылуына мән беріңіз. Іштегі демді асықпай, ауыз қуысы арқылы сыртқа шығарыңыз. Қолыңыз бен басыңызды жайлап, алға түсіріп, иегіңізді кеудеңізге жеткенше иіңіз. Дәл осылай 3-4 рет қайталаймыз. Ең бастысы, мұрын арқылы жиі жинаған демді ауыз арқылы асықпай, ұзағырақ шығару керек. Терең тыныстау клеткаларыңызды ашып, бойыңызды стресстен арылтады. Екінші жаттығу белсенді жаттығу. Жаттығуды спорттық гантельмен жасаған тиімді. Қолымызға спорттық гантельді ұстап, еркін тұрамыз. Тұрған күйі сәл отырамыз, тізе бүгіп. Гантельді ұстаған қалыпта өзгертпей, ауаны ішке тартамыз. Тіктелеміз. Гантельді иығымызға дейін көтереміз. Шынтағымызды бүгіп, сол сәтте кідірместен гантельді жоғары көтеріп, керілеміз. Демді сыртқа шығарамыз. Жаттығуды дәл осылай 3-4 рет қайталаймыз. Әр жаттығуға 30 секунд жұмсалады. Әр 30 секунд арасында 2 минуттан демалып тұру керек. Бұл жаттығудан кардиологиялық шынығып, барлық бұлшық ет ширайды. Бұлшық ет бір уақытта қозғалып, кардиошынығу жасау кезінде ағзаны толықтай оттегімен қоректендірген боламыз. Спорттық гантельдің салмағын мүмкіндігіңізше қарай таңдаңыз. Физикалық мүмкіндіктеріңіз бен өз ыңғайыңызға қарай гантельді ауыстырып тұрсаңыз болады. Бұл жерде ең бастысы өзіңізді барынша жаттықтыру, жайлы аймақтан комфорт зона шығу. Бар күшіңізді салып, денеңіз жеңілдегенше аянбаңыз, сонда ғана пайдасын көресіз. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Каналға жазылып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Кемел адамнан тағы да шығады.